Сәлеметсіздер ме, оқушылар? Бүгінгі біздің тақырып қоршаған ортаны танып білемін, етістік. 6-шы тапсырмаға назар аударайық. Суреттердің көмегімен мәтін құрастырып жаз. Мәтініңді көңілді көктем табиғатты ұйқысынан оятты сөйлемінен баста. Яғни мына жерде көріп тұрғандай 3 сурет берілген. Соның өздеріңізге ұнаған бір суретті таңдап, соған мәтін құрастырасыздар. Мәтінде кездескен етістіктеріңіздің астын сызып қоясыздар. Келесі 7-ші тапсырмаға назар аударайық. Берілген заттардың бәріне ортақ етістікті тап. Яғни балық, кеме, үйрек не істейді? Сол сөзді жазамыз. 8-ші тапсырма. Сөздерді үлгі бойынша сұраққа жауап етіп жаз. Бұдан қорытынды жасап көр. Яғни сөйле, оқы, жаз, кел, жақ деген 5 сөз берілген бізге. Үлгі ретінде көрсетіліп тұр. Не істеді, не істейді деген сұраққа бұлай берілген. Тасыды, тасиды, тікті, тігеді. Яғни сіздер де осы жаңағы берілген 5 сөзді осылай жалғастырасыздар. 9-ші тапсырма. Анаңмен зо дүкеніне бардың. Саған тор ішіндегі тотықұс қатты ұнады. Сатып алу туралы өтінішіңді анаңа қалай жеткізесің? Ол үшін төмендегі 3 өтініштің қайсысын таңдайсың? Яғни 3 сөйлем берілген, соның біреуіне птичка қоямыз. Біріншісі, анашым, мен мына тотықұсты аламын. Екінші, анашым, мына тотықұсты алып беріңізші. Үшінші, анашым, әдемі тотықұс екен, алайықшы. Мен өзім қарауға уәде беремін. Енді үйге тапсырма. 10-шы тапсырма. Көркемдеп жаз. Ақылды бала айтқызбай біледі. Яғни осы сөйлемді дәптерге әдемілеп, қатесіз жазамыз. Сау саламатта болыңыздар.